Бірінші сабағымызға қош келдіңіздер. Егер сіздердің тоқып үйренгілеріңіз келсе, сіздер тура түсініңіздер. Ең бірінші сабақта тоқу үшін менің ойымша ең алдымен жіппен бізімізді таңдап алған жөн деп ойлаймын. Ал ендеше кеттік. Біз үшін негізінен жіптердің алуан түрлері бар, бірақ оның ішінде бізді де жіпті де дұрыс таңдай білген жөн. Негізінен жіптің көптеген түрлері бар, ал ең көп кездесетін жіп түрі ол кәдімгі ирис жіптер болып есептеледі. Енді осы ирис жіптерге қандай біз бұл сәйкес келеді деп ойлайсыздар? Менің ойымша, және менің сіздерге кеңес берерім, ол 3,5 миллиметрлік жіп, яғни міне 3,5 миллиметрлік жіп. Себебі қараңыздар, мына жібіміз бізбен шап-шақ келіп тұр. Мін байқасаңыздар, шап-шақ келіп тұр. Ал егер біз мынандай мысалға тік бізімізбен алатын болсақ, мін қарап отырсаңыздар, неғұрлым үлкенірек. Көрдіңіздер ме? Үлкенірек. Ал мына 3,5-пен тура шап-шақ келеді екен. Тағы да мен сіздерге 3 түрлі бізді көрсетіп отырмын. Мен үшін ең кішкентайы ол осы 1,5. Орташасы ол 3,5, ал үлкендері негізінде стандартты, яғни тұрақты осы 3 біз деп ойлаймын. Науды 5 болып есептеледі. Енді осы 3 біз жайлы айта кетсек. Жіптің неше түрлері бар, мынандай мочалка тоқуға арналған мынандай болып шығатын, мынандай жіптерден шығады. Одан кейін неше түрлі ұсақ жіптер бар. Ол мынандай 1,5-ке арналған болып келеді. Байқасаңыздар. Ал ендеше осы біздер жайлы айта кетсек, қорытындылай келгенде сіздер неше түрлі жіптерді аласыздар. Ол не мынандай ирис жіптер, не ең қарапайым акрил болуы мүмкін, яғни бояуы көп. Мыналарда негізін акрил болып есептеледі, немесе мынандай мочалка тоқуға арналған жіптер. Бұндай мочалка тоқуға 3,5 жарайды, бірақ ол бұнымен тоқсаңыздар кішкене бостау болып шығады. Сол себептен де осындай жіптерге мен негізінен 2,5 немесе 3 миллиметрлік жіпті ұсынар едім. Ал егер сіз жаңадан тоқымашы жаңадан бастап көрсеңіз тоқыманы, онда сіздерге барынша осындай жіппен 3,5 деген бізді ұсынамын. Әрине маған назар аудармай қойыңыздар. Ал ендеше осы бізбен жіпті таңдауды үйрендік деп ойлаймын. Онда келесі екінші сабақта неше түрлі осы шартты белгілерді үйретемін. Яғни біз келесі сабақта дәл осы 3,5 және осы ирис жібімізбен бос шалма, және жартылай бағанша, шалмасыз бағанша, және бір шалмалы бағаншаны үйренетін боламыз. Ал одан кейінгі сабақта кішкене күрделілеу болып кетеді. Ал сол шартты белгілерді тоқуды үйренгеннен кейін біз неше түрлі мынау секілді майлықтар, немесе мынау секілді тағы да мочалкалар артымен жуынады. Осындай мочалкалар, тағы да неше түрлі амигуруми ойыншықтар, тағы да басқа заттарды тоқуды үйретемін. Былайша айтқанда өзім не білемін, соның бәрін барынша осы видеоға түсіріп салатын боламын. Ал ендеше келесі сабақта көріскенше.